Сен дәл қазір алтын тасып жүргеніңді білесің бе? Адам қанында алтын бар. Бірақ одан ең қызығы 1 грамм таза алтын шығару үшін 40 мың адам керек. Бұл не масқара? Факт 1. Адам қаны алтыннан тұрады. Иә, бұл рас. Сенің бойыңда алтын бар, бірақ оны көре алмайсың. Ғылыми дәлел. Адам ағзасында орташа 0,2 миллиграмм алтын бар. Ол ДНК тұрақтылығы мен ми функцияларына көмектеседі. Ғалымдар бұл алтынды буын ауруларын емдеуге қолданады. Бірақ егер 40 мың адамды жинаса, 1 грамм таза алтын алуға болады. Сен бұған қалай қарайсың? Бұл неге қажет? Ғалымдар адамдағы алтынды не үшін зерттеп жүр? Иммунитетті күшейту, ми жұмысын жақсарту, арнайы медициналық емдер жасау. Bir күні адамдардың қанынан алтын өндіретін технология шықса, таңғалма. Факт 2. Адам асқазаны өзін-өзі қорыта алады. Егер асқазаныңның қабырғасы жаңарып отырмаса, ол өзін-өзі ертіп жіберер еді. Ғылыми дәлел. Асқазан қышқылының pH деңгейі 1-2, яғни металды да ерте алады. 3-4 күн сайын асқазан қабырғасы жаңарып отырады. Факт 3. Адам денесінің 90% бактериялар. Шындығында сен тек 10% ғана адамсың. Қалған 90% бактериялар. Ғылыми дәлел. Адам денесінде 37 триллион жасуша бар. Бірақ 370 триллион бактерия өмір сүреді. Бұл бактериялар ас қорытуға, иммунитетке көмектеседі. Факт 4. Музыка сенің жүрегіңнің соғуын өзгертеді. Сен тыңдайтын әуен жүрек ритміңді реттей алады. Ғылыми дәлел. Баяу музыка жүрек соғысын бәсеңдетеді. Жылдам музыка жүректі жылдам соқтырады.